сабағымыздың жаңа тақырыбы Қазақстанның топырақ түрлері. Оқу мақсатымыз Қазақстанның топырақ түрлерінің таралуын анықтаймыз. Қазақстан топырағы таралуы белгілі бір заңдылықтарға сүйенеді. Ол қандай заңдылық? Яғни территориямыздың солтүстік бөлігінен оңтүстікке қарай ендік бағытта өзгеріп отырады. Ол дегеніміз ендік зоналық деп аталады. Еліміздің табиғаты ауа түрлі, оны білеміз. Біздің жеріміздің 86%-ын жазық жерлер алып жатыр екен. Ал қалған 12-14%-ын биік таулы аймақтар алып жатыр. Сондықтан таулы аудандарда топырақтың таралуы ендік зоналыққа емес, биіктік белдеулікке қарай, яғни биіктік белдеулік заңына байланысты таралады екен. Жақсы. Қазақстанның территориясында, Қазақстан жерінде негізінен 3 топырақ типі бөлінеді. Ол дегеніміз қара топырақты зона, қара қоңыр топырақты зона, қоңыр сұр қоңыр топырақты зона. Қара топырақты зона 52 градус солтүстік ендік және 53 градус солтүстік ендік аралығын алып жатыр. Ал қара қоңыр топырақты зонамыз 48 градус солтүстік ендік пен 52 градус солтүстік ендік аралығын қамтиды екен. Және республикамыздағы топырақ 3-ші типі 48 градустан Қазақстанның қиыр оңтүстігінен дейінгі аралықты қамтып жатады екен. Енді осы қара топыраққа, жалпы топырақ типтеріне жеке-жеке тоқталайық. Қара топырақ, жаңа айтқандағыдай, Қазақстанның солтүстік, яғни солтүстік Қазақстан облысы территориясы, солтүстік шығыс бөлігін алып жатыр екен. Жалпы Ақмола облысы, солтүстік Қазақстан облысы және Павлодар облысының жекелеген аумақтарын қамтиды. Ауданы бүкіл республика территориясының 9,5%, яғни 25 миллион гектар жерді қамтиды. Докучаев атамыз айтып кеткен, қара топырақ топырақтың патшасы, себебі оның құрамында қарашірінді мөлшері өте көп. Жоғары, яғни пайыздық есеппен көрсеткенде 4-8% аралығында отырып тұрады. Қара топырақты 3 зона аралық топырақ типіне ажыратуға болады. Кәдімгі қара топырақ, қара кішірік мөлшері, жаңа гумус мөлшері 8%, сіліксіз қара топырақ, қарашірік мөлшері 6%, және оңтүстік қара топырақ, қарашірік мөлшері 4% болып ішінара ажыратылады екен. Жаңа топырақ патшасы Докучаев айтып кетті, қара топырақты топырақтың патшасы деп. Біз оны қаяқтан біле аламыз? Егер кәдімгі қара топырақты алақанымызға алып, қолымызда езетін болсақ, онда біздің қолымыз майлы болып қалады екен топырақтан кейін. Яғни бұл топырақтың құнарлылығын білдіреді екен. Жақсы. Және топырақтың құнарлы болуына бір себеп тигізетін ол жауын-шашын. Яғни ылғал керек қой топыраққа. Бұл аймақта, қара топырақты зонада жауын-шашынның жылдық мөлшері, орташа жылдық мөлшері 300-600 мм. Енді топырағымыз құнарлы, жауынымыз жеткілікті, демек бұл жерде астықты алқап болып есептеледі. Яғни бидай егеміз, картоп егеміз. Өте көп мөлшерде біздің республика бойынша бидай осы төңіректе егіледі екен. Жақсы, міне суреттен қара топырақтың түсін қараңыздаршы, қандай қап-қара. Аха. Келесі зона қара қоңыр топырақты зонамыз. Бұл орталық Қазақстанның, жаңа айтып кетіп қой, 52-48 градус аралығын алып жатыр. Орталық Қазақстан территориясын, Каспий маңы ойпатын түгелімен қамтып жатыр. Аумағы бүкіл республика территориясында 34% құрайды, және гектар есебімен айтқанда 90 миллион гектарды алып жатыр екен. Мұнда да 3 зона аралық топырақ типі ажыратылады. Ол қызғылт қоңыр,
қарашірік мөлшері 4,5%, күрең қызғылт қарашірік мөлшері 3%, және ашық қызғылт топырақ типі қарашірік мөлшері 2-3%-ды құрайды. Бұл топырақты зонада жылдық жауын-шашын мөлшері 200-300 мм төңірегінде, яғни жауын-шашын біршама қара топырақпен салыстырғанда жылдық жауын-шашын мөлшері 200-300 мм-ді құрайды. Яғни қара топырақты зонамен салыстырғанда жауын-шашын мөлшері едәуір төмен. Бұл жерлерде жайылымды жер көп екен. Яғни Каспий маңы ойпаты, Арал маңында, Сарыарқа жерінде бізде мал жайылымды жерлерге өте қолайлы. Астық та егеді, бірақ дегенмен салыстырмалы түрде айтылған дүние. Жақсы, мына суретте қара қоңыр топырақтың түрі берілген, және міне қараңыздаршы, қалай берген. Бағанағы қара топырақ қап-қара көрінді, ал мынау қоңыр түске келе жатыр. Келесі үшінші тип бұл қоңыр, сұр қоңыр топырақ. Еліміздің 48 градус солтүстік ендіктен қиыр оңтүстікке дейін жерді алып жатыр деді. Яғни біздің өзіміздің тұрғылықты Тараз, Жамбыл облысымызда осы қоңыр, сұр қоңыр топырақ типіне жатады екен. Жалпы республика бойынша аумағы 44%-ды, және 120, ол дегеніміз 120 миллион гектарды алып жатыр деген сөз. Қарашірік мөлшері едәуір төмен, 1-2%-ды ғана құрайды. Топырақтың құрылымы сазды, құмды, борпылдақ болып келеді. Жылдық жауын-шашын мөлшері өте төмен деп айтсақ болады, солтүстікпен салыстырғанда 100 мм-ді ғана құрайды. Және көбінде мал жайылымдық жерлерге арналған екен. Міне суретте біздің қоңыр, сұр қоңыр топырағымыздың түрі көрсетілген. Енді жаңа айттық қой, біздің Қазақстан территориясының 14%-ын таулы аймақ алып жатыр деп. Және сол таулы аймақтағы топырақ типтері биіктік зоналық заңдылыққа бағынады екен. Қазақстанның көрсетіп өтейік, тауларымыз оңтүстік және оңтүстік-шығыс бөлігінде таулар алып жатыр. Жаңағы 14% дегенімізді гектар есебіне шақсақ 37 миллион гектарге айналады екен. Қазақстанда 6 биік тау белдеулерін бөлуге болады. Бірақ ол тек Іле Алатауына ғана тиесілі. Ал қалған тауларда, Тянь-Шань тауымызда, Сауыр-Тарбағатай тауы, Алтай тауларында ол 4 белдеулік қана байқалады. Сіздерге алдарыңызда таудың профилі берілген. Яғни қазір осы профилде біз биіктік белдеуліктерді ажыратамыз. Яғни тау болғандықтан біз айттық, төменнен жоғарыға қарай бастаймыз деп. Тау етегінде таулы қара топырақ кездеседі. 100 метр биіктікке көтерілген сайын таулы сарғыш белдеу басталады, өзінің түсі де айтып тұр. Ары қарай 300 метрден жоғары көтерілген сайын орманды сұр белдеу басталады. Міне 1900 метрге дейін. 1900 метрден 3000 аралығында субальпілі таулы шалғынды белдеу, альпілі таулы шалғынды белдеу кездеседі. Ал таудың ең биік шыңында не бар? Қар мен мұздықтар бар. Жақсы. Міне таудың көрінісі сіздерге. Көрдіңіздер ме? Биіктеген сайын топырақтың да түрі өзгеріп келе жатыр. Қоңырлау, ашық қоңырлау, мына тіпті сұр болып кетті. Ең төбесінде аппақ қар мен мұздықтар.